Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Алматы қаласы білім басқармасы, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Арнайы пән оқытушысы Тарғапаева Банур Жолдасовна, 27-ші болып студенті Алтаева Гүлзат. Сабақтың тақырыбы: мәзір және мәзір түрлері. Сабақтың мақсаты: қазіргі таңда мәзірді адам ағзасына пайдалы тағамдармен жинақтау. Мәзір ол әрбір мейрамхана саласында және деңгейіне байланысты. Мәзір француз тілінде le menu, дәмхана, мейрамхана немесе барда берілетін тағамдар мен сусындар тізімі. Мейрамханада мәзір ұсынылған тағамдар мен сусындарды таныстыру болып табылады. Мәзір бұл бір белгілі күндік, шығымы мен бағасы көрсетілетін тізбасарлар, тағамдар, сусындар, ұнды кондитер бұйымдарының тізімі. Мәзірде кәсіпорын директоры, өндіріс меңгерушісі мен калькулятордың қолдары қойылады. Даяшылар мәзірді қонақтарға тапсырыс беру үшін ұсынады. Мәзір арнайы типографиялық тәсілмен немесе қолмен жазылады. Мәзір көркем безендірілген, онда өнеркәсіптің атауы, мекен жайы және телефон нөмірі болу керек. Бұл ақпараттардың соңында фото немесе сурет, мысалы мейрамхана фотосы, негізгі тағамдар мен сусындардың суреті, бірнеше тағам және сусындардың фотомонтажы болуы мүмкін. Халықаралық тәжірибеде мәзірдің келесі түрлері бар. Алякарт. Әрбір тапсырыс берген тағамға жеке баға көрсетілген кафе немесе мейрамханаларда қолданылады. Table d'hôte. Бір уақытта белгіленген баға бойынша әр тағамның бір немесе одан да көп нұсқаларын таңдауын ұсынады. Дюжоу. Кезекші, негізгі тағамдардың мәзірі. Альпарт. Тұтынушыларға алдын ала тапсырыс жасай отырып, белгіленген уақыт аралығында қызмет көрсетіледі. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының көпшілігі қазіргі уақытта сұраныс жоқ тағамдарды қоспағанда күн сайын өзгермейтін статистикалық мәзірді қолданады. Тұтынушылардың қызмет көрсетілетін континентіне байланысты мәзірдің келесі түрлері бар. Күндізгі рационның мәзірі. Ол съездерге, конференцияларға, кеңестерге қатысушыларға 3 немесе 4 рет тамақтанатын әртүрлі делегациялардың мүшелеріне қызмет көрсету қажет болған жағдайларда жасалады. Күндізгі рационның мәзірі тағамдардың еркін таңдауымен немесе алдын ала жинақталуы мүмкін. Ас мәзірін құрастырған кезде әдетте 2-3 салқын тағамдар, әдетте 1 ыстық тағам, ыстық сусындар, шай, кофе, ұн өнімдері кіреді. Банкеттер мәзірі. Оны құрастыруға тапсырыс берушінің өзі белсенді қатысады. Банкет өткізу уақытына байланысты таңғы ас, түскі ас, кешкі ас болуы мүмкін. Банкет түріне қарай мәзірі даяшылардың толық немесе ішінара қызмет көрсету бар столдағы банкет үшін, банкет фуршет, коктейль, шай үшін, сондай-ақ тақырыптық банкеттер үшін болуы мүмкін. Кезекші тағамдар мен экспресс түскі ас мәзірі. Мәзірдің бұл түрлері мейрамхананың күндізгі жұмыс уақытында қолданылады. Мәзірде демалуға ыңғайлы қарапайым тағамдар бар. Кезекші тағамдар ретінде 3-4 атаудағы тағамдар, сорпа, 2 ыстық тағамдар, 4-5 тәтті тағамдар, ыстық және суық сусындар, 3-4 атаудағы сондай-ақ ақ ұннан жасалған кондитерлік өнімдер болуы тиіс. Мәзір күнделікті машинкада басылады және тапсырыс қабылданғанда келушілерге беріледі. Сұрақ-жауап. Бірінші сұрақ. Мәзір дегеніміз не? Екінші сұрақ. Мәзірдің қандай түрлерін білесіздер? Үшінші сұрақ. Халықаралық тәжірибеде мәзірдің неше түрлері бар? Төртінші сұрақ. Мәзір сөзі қай тілден аударылған? Бесінші сұрақ. Мәзір тамақтандыру кәсіпорындарында не үшін қажет? Үйге тапсырма. Тақырыпты конспектілеу. Қолдан қысқаша өздерінің мәзір кітапшаларын жасау.